Қаңлы, Кангюй атауы ерте заманнан белгілі болса да, шындыққа ұласатын деректер біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдан бастап кездеседі. Көп деректерде Қытай саяхатшысы Чан Цянь қаңлылардың Юэджи мен ғұндарға тәуелді болғанын айтады. Бичурин Қаңлы мемлекетінің иеліктерін Сырдария өзенінің солтүстік жағындағы далалар деп белгілеген. Ұлы жібек жолы Жетісу мен оңтүстік Қазақстанда қалалық мәдениеттің дамуында маңызды рөл атқарады. Бұл жолдың солтүстік пен шығысқа қарай шыққан тармақтары орталық және шығыс Қазақстанға, Ертіс жағалауына таралған. Жібек жолы алғашында Қытай жібегін батыс елдеріне тасымалдауға қызмет етті. Жібек матасын осы жібек көбелегінің қауыршығынан жасаған. Бір қауыршықтан 800 метр жететіндей жібек жіп алған. Жібек алтынмен бірге халықаралық төлем құралы ретінде жүріп, патшалар мен елшілерге сыйға тартылған. Жібек маталардың қалдықтары көршілес Давань жеріндегі Қарабұлақ қорымының қабірлерінде сақталған. Жетасар қорымдарында да жібек киімдердің қалдықтары кездеседі. Қоңыртөбе қорымынан Қытайда жасалған нефрит бұйымдар мен қола айналар табылған. Қаңлылар Сырдария өзенін бойлай солтүстік батыстағы Жайық өңіріне, Еділ бойына және солтүстік Кавказ бен Қара теңізге беттейтін тармақтарын бақылап отырды. Қаңлылар шет елдермен сауда-саттық қарым-қатынас орнатқан. Оған отырардан табылған кәріптастан, янтарь жасалған моншақтар дәлел болады. Кәріптас моншақ Балтық бойынан әкелінген. Сондай-ақ Сырдария мен Арал аймақтарында Қара теңіз бойынан, Ираннан, Сириядан, Үндістан мен Қытайдан әкелінген заттар кездеседі. Қаңлылар Қытай, Рим, Кушан мемлекеттерімен экономикалық, мәдени, саяси байланыста болған. Қаңлы аумағынан мыс теңгелер, Ташкент алқабы, Қытай теңгелері, Ушу, Кушандар мен Сасанилердің күміс теңгелері табылған. Ғалымдар оларды біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырға жатқызады. Қаңлы мәдениеті Қауыншы, Отырар, Қаратау, Жетасар деп бөлінеді. Қауыншы мәдениетінің ең көп зерттелген ескерткіші Сырдарияның сол жағалауында орналасқан Ақтөбе қонысы. Қала 3 жағынан дуалмен, ал Сырдария өзені жағынан ор қазу арқылы қоршалған. Отырар Қаратау мәдениетінің ескерткіштері шоғырланған жер Отырар алқабы. Орталығы Көк Мардан қаласы болған. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың орта шенінен біздің заманымыздағы 1-ші мыңжылдықтың ортасына дейін Арал өңірінде Жетасар мәдениеті өркендеген. Бұл мәдениет 150-ден астам бекіністі қала орындар мен жүздеген қорымдардан құралған. Орта ғасырдағы қалалардың көпшілігінің түп тамыры Қаңлылар дәуірінде пайда болған. Қалалар әдетте жекелеген суландыру жүйесінің төңірегінде 5-7-ден топталған. Ертедегі қала кең көшелер мен үлкен махаллалардан тұрған. Үйлер әдетте бір бөлмелі болған. 2 бөлмелі үйлер сирек кездескен. Көп жағдайда 2-ші бөлмені қойма ретінде пайдаланған. Сонымен, археологиялық деректер қала тұрғындар мен көшпелі малшылардың да Ұлы жібек жолы арқылы халықаралық сауда жүйесіне тартылғанын дәлелдейді.